4-ші бөлім жалғасы. Солай да болса солай шығар. Ол кезде мен академик атағын алған үлкен елші едім. Не ішемін, не жеймін деген жоқпын. Елім көтерді, оған да шүкір деп жүрген кезім. Іздегенге сұраған, кемеліме кеп тұрған кезім шығар. Патша екеумізді Алла таныстырды ғой деймін. Қазір сол танысқанға да өкінбеймін. Себебі ол менің өмірім. Патша менен бір мүшелден артық кіші. Өмірде көп көрген жоқшылық пен қиянатты да бір басына жеткілікті болса керек. Әр айтта бер айт, мен үйіме күйеуім болып патша келді. Мен болсам қорықтым да. Себебі жасы үлкен адамның істеп отырғаны анау болды. Қызым ұлымның қолында Астанада. Өзім киіндіріп тұрамын, бірақ жанында емеспін. Мен ағам оқытады, сен мені жақсы көрмейсің деп, ағасын өзі жақтап кетті. Мен қарсы болмадым, өйткені келіннің мінезін жақсы білемін. Мен білетін келін болса мұны сыйдырмайды. Келінмен сыйыспаған соң балам ата-енесіне апарып оқытып жүрген екен. Мен ол кезде күйіктен ішім күйіп жүрген кезім. Үлкен қызым Зәурені шақырдым, ақылдастым, өзім біл, сен әлі әйелсің ғой деді. Жақсы болып кетерсің, деді ол маған. Мен үшін оның осы сөзі медет болды. Нәр тәуекел, әйел шаңырақ қой деп мен патшаға төрден орын бердім. Үй ішімен таныстық, ол менің туған туыстарыммен жанасты. Енемнің қолынан қозыны да алдық. Өзім сүндеттеп мұсылман жасадым. Патшамды марқайтып астына машина міндірттім. Менің айтқанынан шықпады. Оқып ал дедім, оқуға да түсірдім. Ол фельдшердің оқуын оқып жүрген кез еді. Кіші қызымыз Сая күйеуге де шыққан. Тойына бірге барып, құда да атанып үлгерген кезіміз. Қуаныш пен қайғы бірге жүреді. Саяның күйеуі аяқ асты қайтыс болды. Сая аяғы ауыр, үйге келіп, аман есен босанды. 1 жыл қасымда болып та Астанаға кетті. Жомарт атты немереміз бір жаста, екеумізге дәнекер болып қалды. Патшам Жомартты қатты жақсы көрді. Қандай адам болса да жас баланы көргенде елжіреп қалады ғой. Патшам да жалғасты қатты жақсы көріп, бауыр басып қалды. Мұнысын қозы қызғанды ма кім білсін. Мен кешке шейін адам қараймын, одан тамақ жасаймын. Қозы үйге көмектеседі, үй жинайды, бала қарайды. Әкесі студент, астында жүк машинасын көкірегі нанға піскендей болып жүр. Қозыдан да өнер шыға бастады. Әкесі жоқ кезде менімен қатынша ұрса бастады. Елдің баласы ойнап жүргенде мен неге бала қарауым керек, неге үй жинауым керек деген сияқты сөздері жаныма да жыныма да тиіп жүрді. Әкесіне айттым. Екеуміз бірге айтақ десем, екеуміз екі жақтан ұрсақ не болады? Асып бара жатса көрерміз дейтін болды. Өз үйінен басқа қоса ененің де үйін сүру маған ауыр болып жүретін. Олар білгісі де келмеді. Солай болуы тиіс сияқты болды. Содан бір күні патшам, сен байлығын мен шайлығын маған керек емес, мен кетемін деді. Солай ма, кетсең кет дедім. Бірақ күнде баласы екеуі үйде. Адвокат Сәния деген таныс қызымды шақырып алдым да, мыналар үйді босатсын, не мен босатайын дедім. Ол кезде бұл үйді біз $33,000 сатып алған кезіміз еді. Үйді тартып алмақ болып жатты. Сот арқылы ол да менің қанымды ішіп жүретін. Өз басым аман болса болды деп жүрдім мен. Ит бақсан өзімді қабады, адам бақсан өзіңді атады. Болдым тағы да. Біреудің жұмысы, біреудің үйі ешкімге керек емес екенін білдім. Өзін киім кешегін, баласы екеуін шығардым. Охотаға бірге баратын Коля деген орыстың үйіне кетті. Сол жерден бауыры алып кетті. Бұл күз айының соңғы күндері еді. Мен барып, оқып жүрген жеріне төлеген ақшамды қайтарып алдым. Жүрегімнен шешіп қоя бердім. Анасының 29,000 теңге алған кредитін қолына бердім. Қыста кетіп қалды. Байдан шыққандай немересін ертіп, баласы үйге барды. Ол кезде менің енемнің кенже ұлы мен абысыным екеуі өмірден өтті. Екеуін де мен ол дүниеге аттандырдым. Ақшамды шаштым. Ел жұрт аяғы сынған тауықты әкеп қоспады. Ал өзі болса 3-ші бауыры соты басталып, сотталғалы жатыр. Сот оған $7,000 сұрайды.
Мен болсам, бір баласы өліп, бір баласы сотталған ананға көмек берейін деп, банкте жұмыс жасайтын танысымнан $7,000 алдым. Бір айда $10,000 қылып қайтарып бердім. Оны аман есен түрмеден алып қалдық. Кейде өз-өзімді ақпақпын ба деп ойлайтынмын. Сонша ақша тауып отырмын. Адамгершілікке бас иер деген үміт болды. Адам өзі таппаған соң, еш уақытта сен тапқанды бағаламайды екен. Үйден ертеме кешпе айырылатынымды біліп жүрдім. Баласын алып патшам ауылына кетті. Мен болсам белшемнен қарызда қалдым. Астанадан Саяны шақырып алдым. Содан желтоқсанның 16 жұлдызы Жомарттың туған күні. Астанадан құда-құдағилар келіп жатты. Кешке патшам маған телефон соғып, Жомарттың туған күніне келейін деді. Мен оны қимай жүрмін, кел дедім. 2 ай ішінде азып тозған патшам да келді. Көрші қолан, әжем марқұм үйде еді. Кешір деді әжем. Сая болса, папа деп жүрдік, енді үйден кет деп бетіне айтып тастады. Үлкен қызым Жомартпен Саяны ертіп кетті. Екеуміз қайта бір-бірімізді кешірдік. Қайтадан оқуына барды. Қайтадан машинасына отырды. Анасы телефон соғып, баланның аяқ киімі қалмады депті. Патшама,